Екінші емхананың бас дәрігері Ермек Құрманқұлұлының мәліметінше, небәрі 1,5 айдың ішінде коронавирус індетін жұқтырған науқастардың саны күрт артқан. Бүгінгі таңда 12 адам стационарда жатыр, 59 адам үйде ем қабылдауда, тағы 150 адам карантинде. На 4 число на домашнем лечении. Жүргізіліп жатқан барлық эпидемиологиялық іс-шараларға қарамастан қазір емханадағы эпид-ахуал мәз емес. Өткен жылдың қараша-желтоқсан айларында емханамызда 10 мобильді топ жасақталған болатын. Сол кезде күніне 20-дан бастап ең көп дегенде 40 шақырту түсетін. Қазіргі таңда мобильді топтар қарқынды жұмыс істеуде. Тәулігіне 80-100 шақыртуға дейін түседі. Ақпан айының 4 күнінде емханамызда 285 ПТР зерттеу жүргізілді. Өзіңді жұқпалы індеттен қорғаудың бір жолы бұл вакцина жасату дейді бас дәрігер. Айта кетейік, ақпанның 1-нен бастап еліміз бойынша халықты жаппай вакцинациялау науқаны басталған болатын. Қала емханалары ең алдымен медицина қызметкерлерін егу жұмыстарын 2 ақпаннан бастады. 3 күннің өзінде 2 емханада 20 қызметкер вакцинацияланды. Замечены были у 3. Вакцина салдартқан 20 адамның ішіндегі 3 адам бас ауруына және екпе салған жердің ауырсынуына шағымданды. Қалғандары вакцинадан кейін өздерін жайсыз сезінбеген. Қазір барлығы өз жұмыстарына кірісті. Ермек Құрманқұлының айтуынша, медицина қызметкерлеріне вакцинаны ешкім мәжбүрлеп салып жатқан жоқ. Барлығы ерікті негізде жазбаша келісімдері бойынша жүргізілуде. Инара Бенова, Резабек Жақыпов, арнайы жаңалықтар үшін.